Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Барлықтарыңызға Алланың игілігімен сәлемі болсын. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'асмихи шей'ун фил арди ва ла фис самаи ва хуас-сами'ул алим деген дұғамен бүгін көркем түрде Алланың жәрдем, мейірім, махаббатымен дәрісімізді бастайық. Алдымен ниетімізді жаңартайық. Я Раббым, тек қана өзіңнің разылығың үшін Құран әріптерін үйренуге, оқуға ниет еттім. Өзің менен разы бола көр, және маған жеңілдігін берші. Білетіндер мен білмейтіндер тең бе? Зумар сүресінің 9-шы аятында Аллах Тағала бізге солай мәлімдепті. Бүгін фә және қоф әріптерін өтетін боламыз. Екеуі бір-біріне өте қатты ұқсайды. Фә және қоф әріптері. Махражы, яғни шығу орны. Фә әріпі алдыңғы күрек түстің, жоғарғы жақтағы күрек түстің, астыңғы ерінге тию арқылы дыбысталады. Кейбір ғалымдар оны еріннің суланып тұратын жеріне тию арқылы дыбысталады деген. Жіңішке әріп фә, фә. Сифаты. Фә әріпінің сифаты истифәлі, жіңішке, рауахә, дыбысы ұзаққа созылады және хәмс, ауа шығады. Әф деп айтып, еріндеріңіздің алдына қолдарыңызды қойсаңыздар, ол жерден ауа шыққаны білініп тұрады. Жіңішке әріп өзінен кейін де, өзінен алдын да әріп жалғайды. Фә, фи, фу. Өзі сүп-сүйкімді әріп, маған өте қатты ұнайды, бір жәндік құртқа ұқсайды. Кетіп бара жатқан, арқасына қарап қойған, жазылу үлгісі сөз басында, сөз ортасында жазылу үлгісі және сөз соңында ол өзінің қалпына қайта келеді екен. Фә, фә. Фә, фи, фу. Әф, әф. Енді сөздерді оқимыз. Сіздерге көрініп тұр ма? Бисмилла, сөздерді оқиық. Фәм, фән. Кәф, фәләк, фәләк. Кәфән, кәфән. Нәфәр, нәфәр, нәфәр. Фәу, фәу. Ру, ру, фәуру. Фә, фәу, фәузу, зу, фәузу. Фәх, фәхму, му, фәхму. Фәхму деп айтуға болмайды. Фәхму деп осылай қысуға болмайды. Фәхму, фәхму. Фикру, фикру. Кәф әрпінен ауа шығаратын білдіріп тұрып оқимыз. Келесі сөз бізде. Зифру, зифру. Кифлу, кифлу. Фуль, 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 фуль. Келесі. Нәу, нәу, фәр, нәуфәр. Нәу, нәу, фәл, фәл, нәуфәл. Фәхимә, фәхимә. Йәфһәму, йәфһәму. Ифһәм, ифһәм. Ифтәтәнә, ифтәтәнә. Йәфтәтину, йәфтәтину. Мына жерде негізі фә әрпі бар. Ифтәкәро, йәфтәкиру, йәфтәкиру. Келесі әріп бізде қоф әрпі. Қоф әрпі кәф әрпінің көршісі, я болмаса бір бауыр бажасы деп айтуға да болады. Өйткені ол екеуі бір махраждан
бір махраждан, яғни тіліміздің ең артқы бөлігінен дыбысталады. Мына жерден қоф әрпі дыбысталады. Біз өткен сабақта сіздерге мен кәф әрпінің махражын көрсеткем. Кәф мына жерлерден дыбысталады, соның артынан қоф әрпі. Әққо, қа, қи, қу. Қоф әрпі жуан әріп. Жазылу үлгісі бұлай жазылады. Мін екі нүктесі бар. Фәден өзгерісі, фә ол кішкене мынау тә мен нунға ұқсайды ғой, мынау бұлай ұзындау болса, ал фә әрпі жіңішкелеуді. Қоф, қа, сөз басында жазылу үлгісі, сөз ортасында жазылу үлгісі, және сөз соңында ол қайта өз қалпына келеді. Мін, қараңыздар. Мына жағынан жалғайды, және екі нүктесі бар. Қа, қи, қу. Және де бұл әріптің сифаты истифәлі. Қоф әрпі жуан әріп истиғлә. Және де ол жәһір, шидді, қалқала. Қалқала дегеніміз ол тербетіліп айтылады. Қоф, әққо, ауа шықпайды. Және де өз-өзіне сенімді әріп. Шидда дегеніміз ол дыбыстың тұншығып қатты шығуы және тұншығып қалғандай бір орында тоқтап қалуы. Әққо. Енді тербету дегенімізді сіздерде алдыңғы сабақтарда айттық біз. Соны тағы бір түсіндіріп өтейін. Егер де сіз ыдысқа қақпағын жауып сүт құйсаңыз және оны ары бері тербетсеңіз, қандай да бір бөлігі төгіледі, қандай да бір бөлігі, аздау бөлігі, барлығы төгіліп қалмаса да аздау төгіледі. Дәл сол сияқты қоф әрпін тербеткен кезде тек қана сукунмен келген кезде тербетеміз, және қ дыбысының артынан о деген толық шықпайды, жартылай шығады. Әққо, қа, қи, қу. Зуқо. Және тағы бір ескертетін мәлімет, бұл жерде қоф әрпі кәсіремен келген кезде жіңішке оқылады. Даммамен және фәтхамен келгенде ол жуан оқылады. Қа, қу деп жуан оқылады, ал қи болады. Сөздерді оқимыз. Зуқо, қин, қулы, қул, қум, қиф, қих, қолбу, қаблу, фәуқа, қалам, қамар, ләқаб, қум, иқтараб, яқтарибу. Енді жазылу үлгісін көрсетейін. Қоф әрпі келді, сөз ортасында. Яқ. Тә әрпі. Ри. Бу. Неге б әрпі жеке келді? Өйткені р әрпі өзінен кейін әріп жалғамайды. Яқтарибу. Инқалаб. Фәләк. Фәрқу. Келесі бетте сөздерді 33 реттен оқимыз және көшіріп жазамыз. Келесі беттегі әріптің атауын жазамыз, махражын, сифатын, жуан жіңішкелігін жазамыз. Және әріптерді күнделікті дәрісіміздегідей толығымен толтырып шығыңыздар. Әркез жүрегіміз Аллаға байланып тұруын нәсіп етсін. Алла сіздерге осы білімнің пайдалы
жеңіл болуын нәсіп етсін. Алла жеңілдік берсін әркез. Пайдалы білім болсын. Бүгінгі дәрісіміз осымен тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.